Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қысқа арнап осындай қайнатпай аджика дайындадым. Бар болғаны қызанақ, болгар бұрышы, сарымсағыңызды қосып, ет тартқыштан бірге өткізіп, осындай оңай аджика дайындап алуға болады. Қарапайымдылығы сондай. Қайнатпай-ақ осы күйінде тоңазытқышта жақсы сақталады. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында баса кетіңіз. Аджикамызды жасау үшін 2,5 кг қызанақ алдым. Тәтті болгар бұрышынан 1 кг алдым. Қызыл түрінен және ащы бұрыштан 3 түйірін ғана пайдаланамын. Егерде асқазандарыңызға ащы жақпаса, 2 түйірін ғана салыңыз. Сонымен бірге сарымсақ алдым. Сарымсақ менде мына жерде 150 грамм. Неге осылардан аджикамызды дайындайтын боламыз? Алдыменен барлығын ет тартқыштың көзінен өткізуге ыңғайлы етіп, алдыменен турап аламыз. Алдымен қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қызанақтарымызды турап алдық. Енді болгар бұрышында ортасынан бөліп, ортасында дән тазалап алып тастап, дәл қызанақтарымызды бөлгендей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Болгар бұрышымызды да дайындап алдық, турап. Енді ащы бұрышымыздың екеуін ортасынан бөліп, ортасында дән тазалап алып тастаймыз, ал біреуін сол тазаланбаған бүтін күйінде ет тартқыштан бірге өткізіп жібереміз. Алдыменен ет тартқыштан сарымсағымызбенен ащы бұрышымызды өткізіп аламыз. Сарымсақпенен ащы бұрышымызды өткізіп алғаннан кейін, қызанақпенен болгар бұрышымызды ет тартқыштан екеуін бірге өткізіп аламыз. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алдық. Болгар бұрышымыз бен қызанағымызды осылай араластырып жіберіп, тұзын саламыз. 2 ас қасық тұз салдым. Тағы да араластырып, тұзының дәмін көреміз. Тұзы кем болса, тағы да тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып алғаннан кейін, сарымсақпенен ащы бұрышымызды салып араластырамыз. Осылай жақсылап тағы да араластырып алғаннан кейін, әр литріне 1 түйірден есептеп, 7 түйір аспиринді езіп салдым. Тағы да астын үстіне шығарып жақсылап барын араластырып, бөлме температурасында 1 күнге қойып қоямыз.
Біртін тұрған аджикамызды жақсылап араластырып жіберіп, таза банкілерімізге құйып аламыз. Егер де банкілеріңіз болмай жатса, таза пластик бутылкаларменен баклажкалерге құйып алсаңыздар да болады. Аджикамыздың ең бір жақсы қасиеті пластик бутылкаларда да жақсы сақталады. Неге аджикамыз дайын болды? Өте қарапайым соус. Ел арасында огонек, кобра деп жатады. Қайнатуды қажет етпейді. Қатып қалған қағидасы да жоқ. Қызанағын көбірек болғанын қаласаңыздар, қызанақтан көбірек саласыздар. Ащы болғанын қаласаңыздар, ащысынан саласыздар. Ет тартқыштан өткізіп, өте оңай дайындалатын қарапайым ғана соус. Осы күйінде тоңашта жақсы сақталады. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видео рецептімен міндетті түрде дайындап алыңыздар. Өте оңай әрі тез. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.